Құрметті қазақ елі, ассалаумағалейкум, ағайын амансыздар ма? Достар, өздеріңіз білесіздер, қазіргі таңда казахи не говорят так, казахи говорят вот так деген бір тренд жүріп жатыр, я. Осыған мен де бір өзімнің үлесімді қосайын деп шештім. Ал қазақ елі кеттік. Казахи никогда не говорят альхамдулилля, казахи говорят Аллаға шүкір. Казахи никогда не говорят иншалла, казахи говорят Алла қаласа, Құдай бұйыртса. Казахи никогда не говорят ифтар, казахи говорят ауыз ашар. Казахи никогда не скажут сухур, казахи говорят ауыз бекіту. Құрметті қазақ елі, мен бұл айтайын дегенім, я біз барлығымыз Аллаға шүкір мұсылманбыз. Жеке мен иншалла альхамдулилля мұсылман емес, Алла қаласа Аллаға шүкір мұсылманмын. Сондықтан құрметті қазақ елі, біз мұсылман болғанымызбен өзіміздің кім екенімізді ұмытуға еш құқығымыз жоқ. Себебі ата бабам осы жерді, осы тілді, осы қазақ деген болмысты бізге арнап қалдырды. Сондықтан мұсылман болайық, басқа болайық, бірақ өзіміздің ұлтымызды ешқашан ұмытуға біздің құқығымыз жоқ. Алла тағаланың өзі Құранда былай деді ғой, мен сендерді әртүрлі қылып жараттым, бір-бірлеріңді танып білу үшін деді. Яғни біз қазақ болып туылдық па, қазақ болып қалуымыз керек. Оған біз міндеттіміз. Және де өзіңнің ана тілің тұрып, Аллаға шүкір деген сөзің тұрып, альхамдулилля деп арабтың терминімен сөйлеген, менің ойымша бұл сені Аллаға еш жақындатпайды. Құрметті қазақ елі, араб болып емес, қазақ болып жарысайықшы. Амандықта жолыққанша.